Сәлем. Сенің қарым-қатынастағы неше түрлі кризистер туралы естігенің бар болар. Егер солар туралы толығырақ білгің келсе, менің парақшама жазылып қой. Мен Салтанат Мұрадова, ислам шеңберіндегі психологпын. Негізі любовь живет 3 года деген сөз бар. Бірақ негізі 3 жыл деген это такой условная дата дейді ғой, яғни шын мәнінде в любовь деген кезде это не любовь, а влюбленность дейді ғой. Ғашықтық уақыты ол 3 жылға дейін созылуы мүмкін, бірақ кейбіреулерде ол 1 айда да бітіп кетуі мүмкін, кейбіреулерде ол жарты жылда да бітіп кетуі мүмкін. Және кризистерді мен жылға бөліп емес, белгілі бір этаптарға ғана бөліп сіздерге айтып кетейін. Бірінші этап я это ты деп аталады, яғни ғашықтар бір-бірін жақсы көреді, бір-біріне розовый очкимен қарайды, бір-бірінің минустарын, кемшіліктерін көрмейді. Олар прям андай махаббат болып бүйтіп андай ұшып жүретін бір кезең. Одан кейінгі кезең уже я это не ты деп аталады. Яғни уже бір-бірінің қателіктерін көре бастайды. В смысле ты не такой, в смысле ты не любишь там, не знаю, ты не любишь лагман, как я, в смысле ты не хочешь дарить мне цветы, почему это вот так деген сияқты бір-біріне претензиялар ашыла бастайды. Одан кейін ты, оказывается, не я. То есть ол үшінші этап, ол этапта, ол кезеңде адамдар бір-біріне қатты ренжулі, бір-біріне өте көп претензиясы бар, как будто ажырасуға жақын бір кезең сияқты болып өтеді. Бір-бірін естімейді, тыңдамайды, не айтса да бір-біріне бәрі-бір, сондай бір суық, бір арасында бір стена пайда болған сияқты бір этап болады. Одан кейін уже осы этапты өте бастаған кезде, кстати, осы этапта көптеген изменалар болуы мүмкін. Себебі жігіттер өздерінің әлі такой я еще ничего такое деген бір оймен барып бір қыздарға тиіскісі келеді, немесе бір тоқал алам деген тақырыптар басталады кейде. Төртінші этапта измена болды, немесе жаңағы арамызда қатты суып кетті, бір-бірімізге чужой бола бастадық, керек емеспіз деген бір момент туады. Осы кезде ең көп ізденіс, рухани ізденіс басталады адамдарда. Мысалы, мен кіммін, мен не үшін, мен мысалы сонша жыл бірге тұрып келе жатырмын, сонда ешқандай құндылығым жоқ па, ол маған ештеңе рұқсат бермейді, ол менің айтқанымды тыңдамайды деген сияқты претензиялармен в основном адамдар как раз психологқа келетін кезең, осы кезең, нағыз пісіп қиналып кеткен кезең осы болады. Содан кейін егер адамдар бір өздерімен жұмыс істеп, осы кезеңді аттата ары қарай келесі кезең уже бір-бірін ортасындағы претензиясыз, яғни дуалсыз көре бастайды и бір-бірінің шынайы түрлерін көреді. Бастапқыда ғашықтық, махаббат сезімі болған кезде жігіт пен қыз бір-бірін андай бір идеальный қылып көргісі келді. Әркімнің ойында бір какой-то образ болды. Мысалы, менің жігітім мынандай болу керек деп қыз ойлайды, жігіт ойлайды, менің әйелім мынандай болу керек деп. И бір-біріне как будто вот нақыз сол образға сай сияқты бір-біріне махаббат болып сөйтіп тартылады бір-біріне, бірақ ол махаббат кеткесін, олай емес екенін бүйтіп ашылып келіп, соңында уже 4-ші этапта бір-бірінің шынайы жүздерін көріп, оказывается, ол осындай екен ғой деп жаңадан бір-бірін тани бастайды. Осы этапта негізі егер ажырасқысы келіп жүрген адамдар болса, негізі осы 4-ші этап ең дұрыс, ең минимальный травма беретін этап осы. Егер шын мәнінде ажырасуды көздеп жүрген адамдар болса, осылай бір-біріне уже спокойно, бір-бірінің шынайы жүзін, шынайы ішінде болып жатқан дүниесін көріп, бір-бірін шын мәнінде танып, көргесін, уже егер адамдар қаласа, осы этапта ажырасуға болады. Бірақ егер бұны да аттап өтейік, ары қарай жалғастырайық деген шешім қабылдасаңыздар, ары қарай уже келесі 6-шы этап басталады. 5-ші этапқа келетін болсақ, 5-ші этапта уже бір-бірінің шынайы жүзін көргендіктен, или ажырасамыз, или қосыламыз деген шешім қабылдап, и уже шешім қабылдағасын, мысалы, ажырасамын деген шешім қабылдағанда, осы кезеңде как раз адамдар бір-бірімен уже спокойно сөйлесе алады. Мысалы, бала былай өседі, мысалы, қарыздарымызды ортақ былай жабамыз, квартираны былай бөлсеміз деп уже
спокойно сондай диалогқа келе алатын этап. Бірақ егер біз бірге қалайық деген шешім қабылдаса, осы жерде шешім қабылдау этапы өткесін, 6-шы этап басталады. 6-шы этапта уже как есть қабылдау, шынайы түрмен, шынайы болмысымен адамды қабылдау. Вот менің күйеуім осындай, ол мен қалағандай ешқашан болмайды. Ол мынандай жаман қасиеттері бар, мынандай жақсы қасиеттері бар. Егер осы нәрселерді мен қабылдадым, вот осы адамға ғашық болуды таңдадым деп, егер әркім уже шынайы, нағыз, ешқандай риясыз адамды қабылдаса, уже 6-шы этапта бір-біріне бір какой-то сыйластық, сүйіспеншілік, претензия аяқталып, бір-біріне сондай бір ерекше жылу, ерекше бір достық, ерекше бір жақындық сезімі пайда бола бастайды. Және уже осы 6-шы этаптан кейін келесі этап уже 7-ші этап. 7-ші этап ең соңғы этаптардың бірі. Ол уже когда екі адамның ортасында шынайы махаббат пайда болады. Шынайы оқимыз ғой, Дінмұхамед Қонаев пен оның Зухра ханыммен болған махаббаты туралы, бір-біріне сыйластығы, бір-біріне сүйіспеншілігі, бір-бірін сондай жақтап, ойлап тұруы, уже как раз осындай бірнеше барлық этаптардан өтіп, адамдар уже бір-бірін шынайы түрде қабылдаған, шынайы түрде как есть көре алған адамдар ғана 7-ші этапқа жете алады. 7-ші этапта уже адамдардың бір-біріне жүрегі ашылып, ортасында әдемі, сондай прям ерекше Алладан келген бір махаббат, терең махаббат пайда болады. 7-ші этапта как раз осы өздеріңіз білетіндей шынайы махаббатқа уже жеткен апа-аталарды көрсеңіздер, бір-бірін ойлап отырады, апасы ой үйде шалымыз қалып кетті деп тезірек үйге жеткісі келеді, атасын іздеп тұрады. Атасы кел кемпір, мен сен үшін орын жылтып қойдым деп өзінің орнын беріп, жаңағы бір-біріне сондай бір ерекше бір нәзік, әдемі қарым-қатынас құрып, сөйтіп балаларын уже кәдімгідей махаббатпен, сондай үлкен бір сүйіспеншілікпен тәрбиелеп, бір-бірімен қол ұстасып жүріп, немесе бір-бірін іздеп, сондай бір ерекше, сондай бір таңғаларлық, біз бәріміз іздеп, осындай болғым келеді деп қалаған шынайы сезімге сол кезде ғана жетуге болады. Бірақ одан бұрын қарым-қатынаста көптеген кризистер болады. Сол кризистерді бірге аттап өтуге дайын болу керек. Шын мәнінде бүкіл этаптардан өте алған, бір-бірін постоянно таңдап жүрген адамдары ғана осындай үлкен әдемі махаббатқа жете алады.